Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Отыра қойыңдар. Қалайсыңдар, жақсысыздар ма? Ал ең бірінші бүгінгі жақсы сабағымызды бастамас бұрын барлықтарыңызға бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Кітап дәптерлерімізді алайық. Ең бірінші бүгін жаңа тақырып өтеміз, бірлесіп орындалатын жұмыстарға есептер шығарамыз. Ең бірінші жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын өтілген, яғни біздегі үй тапсырмасына берілген есепті тексерейік. Енді үй тапсырмасына берілген есепті мен күндегі сабақта өзім тексермеймін. Қасымыздағы парталастарымызбен дәптерлерімізді алмастырайық, айналдыра отырайық. Сол жаққа дәптерімізді айналдырамыз, сол жаққа қарай. Сол жаққа қарай айналдырайық. Алға айналдырайық. Берейік, бізде үй тапсырмасына берілген есеп 692-ші есеп. Енді асықпаймыз. Барлықтарымыз алмастырдық па? Үй тапсырмасын сенімді әдісімен тексереміз. Қазір мен интерактив тақтаға, яғни бізде үй тапсырмасының дұрыс шешімін көрсетемін. 692 есептің дұрыс шешімі тақтада тұр. Ал өзіміздің сыныптасымыздың дәптерін тексерейік. Тақтаға қарай отырайық. Жылдамдатайық. Барлықтарымызға жауаппен сай шықты ма 692 есеп? 692 есеп. Жауабы қанша екен бізде? 150 ағаш екен. Барлықтарымыз 150 шықты ма? Шықты ма? Қателіктер болған оқушылар бар ма? Жоқ, барлықтарымызда. Жақсы, үй тапсырмасы түсінікті болса, ең бірінші жаңа сабағымызды бастамас бұрын, әр бізде топ басшысын анықтап алайық. Бізде бірінші топта топ басшысы Аяулым, екінші топта Зере, үшінші топта Қарақат, төртінші топта бізде Кәусар. Яғни бізде орталарына бағалау парағын таратып берген болатындығының, бағалау парағында әр үй тапсырмасында дұрыстығын немесе бұрыстығын анықтайтын бағалау кестесі тұр. Егер тобымыздағы барлық оқушының үй тапсырмасы дұрыс болса, үй тапсырмасының тұсына плюс немесе өзіміз дұрыс деген белгіні қойып алайық. Келістік па? Түсінікті ма? Әр кезең сайын сабаққа атсалысып отырған оқушыларды белгілеп отырамыз. Соның нәтижесінде ең соңғы қорытындысын бал қою арқылы мен шығарамын. Түсінікті ма? Егер үй тапсырмасын тексеріп болсақ, енді үй тапсырмасына бірден жаңа тақырыпқа көшпес бұрын кішігірім өтілген тақырыптарды есімізге түсірейік. Яғни қайталау сұрақтары болған кезде мен сөйлемнің басын бастаймын. Әр жерден, яғни қалаған оқушы тұрып, өзінің дұрыс нұсқасын айтуына болады. Ал бірінші сұрақ, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу немесе азайту үшін қайдан қарай жауап тұрайық? Не істеуіміз керек? Бөлімдері әртүрлі. Не істеуіміз керек? Кім айтады? Айтады? Бөлімдер әртүрлі бөлшектерді қосу немесе азайту үшін ең кіші ортақ еселікке салу керек. Ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек, толықтаушы көбейткіштерін жазуымыз керек, сосын алымдарын қосып немесе азайтуымызға жарайды. Топ басшы ескеріп белгілеп отырайық сұраққа жауап берген. Екінші сұрақ, жай бөлшекке бөлу үшін не істеуіміз қажет? Кім айтады екен? Кім айтады? Айтады. Жай бөлшекке бөлу үшін оларды қысқартып есепті көбейтіп немесе Дұрыс па жауабы? Немесе жеңілтілме айтқанда бөлуді немен алмастырып көбейтумен, содан кейін бар қысқарса алыммен бөлімін қысқартамыз. Егер қысқармаса бөліміне алымды көбейтетін еді. Жақсы, толық деген жауап бере алмады. Үшінші, бөлшекті көбейту үшін не істеу қажет еді? Кім айтады? Кім айтады сұраққа? Ал, Ибрат айтады. Бөлшекті көбейту үшін нені қысқартады? Нені қысқартамыз? Немен қысқартамыз? Яғни көбейтіліп тұрған бөлшектердің алымы мен бөлімі қысқаратын болса не істейміз? Қысқартамыз, яғни үймілтен ортақ бөлгішіне. Ал егер қысқармайтын болса алымына бөліміне көбейтілетін екенбіз. Жақсы отырады, топ басшылар ескеріп отырады. Енді кішігірім өтілген тақырыпқа шолу түсінікті болса, есімізге түскен болса, енді жаңа тақырыбымыз жазайық.
Бүгінгі күннің ретін жағдайы бүгін 15-і 1-ші ай 2025 жыл. Тақырыбымыз бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. Тақырыбымыз жазылады. Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер тақырыбы. Жазбалық бар. Енді кішігірім тақырыпты ашып өтейік. Жалпы бірлесіп орындалатын жұмыстар дегенімізде, мысалы келтіретін болсам, мен және де менің досым екеуміз бір жұмыс жасағалы жатырмық. Егер мен жеке дара өзім жұмыс жасайтын болсам, ұзақ уақыт алады екен, иә? Мысалы 10 сағатта бітіреді екен. Ал менің досым менен жылдамырақ, ол 8 сағатта бітіреді екен. Ал енді қарапайым ойланып қарасақ, бізде егер мен досым екеуміз жұмыс жасайтын болсақ, біз бағана 10 сағат не 8 сағаттан әлде көп уақыт жұмсаймыз, аз уақыт жұмсаймыз ба? Аз уақыт жұмсаймыз. Яғни бізде бірлесіп орындаған кезде жұмыс не істейді екен? Жеңілдейді. Яғни тағы да дәл осындай мысалдар келтіретін болсам, қарапайым бір бассейнді суға толтыру үшін мен бір насоспен толтырғаннан немесе екі насоспен толтырғанда айырмашылығы қандай болады бізде? Қайсысымен тез толтырамын? Екі насоспен тез толтырамын. Және де дәл осындай біздердегі мысалы деталдардың жасауы, шәкірт пен шеберінің бір қандай да бір бұйымды жасауы, немесе өзен ағысымен қозғалған қайықтың жылдамдығы бір-біріне қарама-қарсы жүрген мотоциклші болсын, жаяу жүргінші болсын, осының барлығы бірге орындалатын жұмыстар бізде бірлесіп орындалатын жұмыстар болып табылады екен. Енді осы тақырыпқа байланысты енді мысалдарды қарастырайық, есептердің шешу жолдарын көрсететін боламыз. Енді бірінші мысал, назар аударайық. Цистерна бензинмен бірінші насос 24 минутта толса, екінші насос 40 минутта толтырады екен. Яғни екінші насостың толтыру уақыты ұзақтау деген, иә? Ал екі насос қатарақтан бензинмен цистерна қанша уақытта толады дейді. Яғни бізге жаңа айтып өткенде 24 пен 40 минуттан, яғни 24 минуттан не болу керек бізде? Кіші болу керек, иә? Себебі екеуі бірлесіп жұмыс жасап жатыр. Енді соны қарастырайық. Ең бірінші елестету мақсатында біз бір цистерна ретінде бір ыдысты алайық. Және де оның бензин тұр дейік. Яғни бізде қандай да бір бензин бар. Енді мынау бізде осы құятын бірінші насосымыз. Бұл бізде құятын екінші насос. Бірінші насосымыздың қанша минутта толтырады? 24 минутта. Екінші насос 40 минутта толтырады екен. Енді қарап тұрсақ, бірінші насосында, екінші насосында орындап жатқан жұмысы бірдей. Оның көлемі бір, иә? Толтырып жатқан заттар, орындап жатқан бір. Сондықтан жұмыстың өлшемі бір, яғни бір деп аламыз. Енді бізде бір жұмыс деп аламыз, және де жұмысты уақытта бөлсек, бізде жұмыс өнімділігі шығады екен. Жұмысты, яғни бір жұмысты бөлеміз 24-ке, яғни бөлуді бөлшегі арқылы болсақ, 24-ке 1. Бұл 24-тен 1 дегеніміз не? Яғни бұл 1 минутта берілген мына цистернаның 24, яғни 1 бөлігін ғана не істейді екен? Толтырады деген сөз. Егер 1 минутта 24-тен 1 бөлігін толтыратын болса, толық толтыру үшін қанша керек? 24 минут, иә? Енді бұл бізде бірінші насостық береді. Екінші насостың жұмыс өнімділігін қарастырайық. Бұның да атқарып жатқан жұмысы дәл осы өзгермегендіктен бұны 1 деп белгілейміз. Бөлу қарап. Яғни бізде бөлшек ретінде жазсам 40-тан 1. Яғни бұл 1 минутта берілген жұмыстың қандай бөлігін орындайды деген сөз? 40-тан 1 бөлігін толтырады деген сөз. Яғни бұл бізде 1 минутта бірінші насостың толтыратын бөлігі. Мынау бізде 1 минутта екінші насостың толтыратын бөлігі болып табылады екен. Енді осының бірлескен жұмысын қарастырайық. Егер олар бірлесіп жұмыс жасайтын болса, бізде жұмыс өнімділігін қосады екен. Жаңа 24-тен 1-ге қосамыз, 40-тан 1-ді.
әртүрлі бөлшектерді, жай бөлшектерді қосу үшін не істейміз? Кіші ортақ еселігін табамыз, толықтауыш көбейткіштер жазамыз. 24 пен 40 ең кіші ортақ еселігі неше болады екен бізде? 120 болады, иә? 120. 120 болса, онда толықтауыш көбейткіштер жазайын. 24-дің толықтауыш көбейткіші неше болады бізде? 5 болады. Ал 40-ға 3 болады. Яғни ортақ ең кіші ортақ еселік бөлімі 120. Ал 5-ті 1-ге көбейтетін болса 5 қосылған 3-ті 1-ге көбейтсін 3. Яғни қанша шығады? 120-дан 8. Қарап тұрсам 120-дан 8-дің ең үлкен ортақ бөлгішін анықтайды. Яғни алымында бөлімінде нешеге қысқартамыз? 8-ге қысқарады екен. 8-ді 8-ге қысқартатын болса, 120-ны 8-ге қысқартатын болса, қанша болады екен? 15 болады екен. Яғни менде қанша шығады? 15-тен 1. Бұл 15-тен 1 деген не деген сұраққа келетін болса, яғни екеуі бірлесіп жұмыс жасаған кезде 1 минутта мына берілген цистернаның 15-тен 1 ғана бөлігі не істейді екен? Толтырады деген сөз. Яғни мынадан ала келетін болсақ, бұны толық толтыру үшін 2 насосқа қанша уақыт керек деген сөз? 15 минут, яғни 15-тен. Оны енді жаңаға бір жұмысымызды жұмыс өнімділікке қайтадан бөлсек, бізден не шығады екенбіз деп уақытымызды алады екенбіз. 1 бөлінген 15-тен 1. Натурал санды жай бөлшекке бөлу үшін не істеуіміз керек? Бөлуді көбейтумен алмастырамыз. 1 көбейтілген бөлуді көбейтумен алмастырғанда бөлгіш сан не істейді бізде? Алыммен бөлімі алмасады екен. Яғни 1-ден 15 болады екен. Яғни 1-ді көбейтетін болсақ 1-ден 15-дің жауабы қанша? 15. Яғни егер қатар орындаса бізде қанша болады екен? Қанша уақытта бітіреді екен? 15 минутта бітіреді екен. Жазып ала қойып дәптерлеріңізге. Әдемі болып, түсінікті болып. Жазып отырып бар. Жазып отырып бар. Екінші мысалға көшеміз ба? Жақсы ал. Енді екінші мысалды қарастырайық. Бізде кітаптарымызда тұр. Ал екінші мысал тақтадан өшіре берейік. Тақтаға екінші мысалды оқып алайық. Ақсылап. Екінші мысалды оқиық. Сал өзен жағасына А айлағына Б айлағына дейін қашықтығы 20 сағатта жүзеді. Сал дегеніміз қарапайым тілмен айтқанда ол өзеннің жылдамдығы деп айтсақ болады. Қарапайым бізде де арықтарда, суларда көрдік па, судың бетінде қандай да ағаш жапырақтардың өзінің еркімен түсіп бара жатқан, иә? Сол осы салдың жылдамдығы болып табылады екен. Ал қайық көлде осындай арақашықтығы 5 сағат жүзеді. Егер қайық өзенде ағыспен жүрсе А айлағынан Б айлағына дейін неше сағатта барады дейді. Енді бұған дейінгі есептерде кездесті, қарапайым ағысқа қарсы жүрсе оны тежейді, ал ағыспен жүрсе оның уақыты не істейді? Аз уақытта жетеді, себебі бұл бірлесіп орындалған жұмыс. Енді қайықтың өзі А айлағынан Б айлағына 5 сағатта жүретін болса, яғни ағыспен жүретін болса, одан аз уақытта жету қажет. Енді есепті шығару үшін алдыңғы мысалға дәл ұқсас, бізде не істейміз? Ең бірінші әрқайсының жұмыс өнімділігін тауып алайық. Бізде бірінші
салдың, яғни ақысының не істейміз? ақыс жылдамдығы жұмыс өнімділігі, яғни жаңағы екеуінің де орындап тұрған бір жұмыс қуантын, бір бірлікті алайық. Бірді бөлеміз қаншаға? 20 сағатта. Бұл бізде 20-дан 1. Яғни бұл 1 минутта осы арақашықтықтың 20-дан, яғни 1 бөлігін ғана не істейді екен? Өтеді деген сөз екен. Екіншісі, бірді бөлеміз неше сағат? 5-ке бөледі екен. Бізде не болады? Қай бөлшек? 5-ке 1 болады екен. Бұл 1 минутта осы айлағынан байлағынан 5-тен 1 бөлігін ғана өтеді екен. Енді екеуі бірлесіп жұмыс жасаған кезде жұмыс өнімділіктерін естейміз бе? Қосамыз. Яғни бізде 20-дан 1 қосылған 5-тен 1. Бөліктер әртүрлі болғандықтан 20 мен 5-тің жаңағы айтқан сіздерде ең кіші ортақ бөлігін табады. 20 мен 5-ті 20-ның өзі топтауыш бөлікшілер жасам 4 болады екен. Яғни ең кіші ортақ бөлімі 21 қосылған 4. Яғни 20-дан 5. Алымында бөлімінде нешеге қысқартам? 5-ге қысқартайын. Бізде қанша шығады? 4-тен 1. Яғни бұл не деген сөз? Ағыстың жылдамдығымен қайық жүрген кезде ол 1 сағатта, естейді? 4-тен 1 бөлігін ғана жүріп өтеді. Ал оған толық келесі байларына жету үшін қанша сағат керек деген сөз? 4 сағат керек. Яғни бізде жаңа жұмысты бөлеміз жұмыс өнімділігіне. Бөлуді көбейтім алмастырамыз, алымен бөлімін алмастырамыз. Бөлгісінің яғни жауабы 4 сағат болады екен. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Енді кішігірім айтып өтейін. Бұл бізде екі бөлек нәрсенің жұмыс өнімділігін қосып жатыр қоя. Алдағы уақытта мұндай есептер келуі мүмкін. Бірден екеуінің ақыс пен жылдамдығын беруі мүмкін, жүрген жылдамдығын. Жеке әрқайсысын тап теуі мүмкін. Сол кезде есімізде болсын, естейміз керісінше амал. Азайтамыз, азайтамыз. Екеуі бірлесіп орындаған жұмыстан естейміз, жекелерді азайту арқылы әрқайсының жеке жұмыс өнімділіктерін табады екен. Жазып ала қойып. Жазып алдық па? Тақырып бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Алдағы уақытта әрі тереңірек зерттеп, күрделі есептер шығарады екен. Енді оқулық бойынша жұмыс жасайық. А тобының бірінші есебінен бастайық. 695-ші есеп. 695-ші есептің біріншісіне тақтаға кім береді? Қанат береді. 695-ші есептің екіншісіне кім береді? Келесі. 696 есепке кім шығады тақтаға? 696-ға. Ал 600-де келесі есеп 97-ші есепке сонымен тақтаға бола ма? Тақтаға өшіре қой. Шамыз өмірді біледі. Келе қой. Ал басқа болды.
Тақтадан бұрын орындағандарымызды әкеп көрсетсек болады. Болмаса, ағай ойын қайтып кеткенде барамыз. Дұрыс. Aynen. Kerabat bomba. Jari tamanja, otravar, halis. Coba sekarang aja. Kita juga anak terima. Jadi apa sama yang kita jadi Augsburg, Augsburg, Unika, Kita kalau mana boleh menjadi Schachter. Kita jawab itu mau bis. Kita mendengar. Böyle bölge olacak, bir şey ya. Yani Erman'la orunda olduğunu tabii. Жаңа жұмысты қайтадан бірге бөлген неше шарт бізде? Yani bizге тастар, арыстан, ит үшеуі бірігіп, бір қойды неше күнде жүріп қояды екен? Бір күнде жауап, бір күнде астына жауап бір күнде. Yani bizde 3,16'dan 15 bu ne oldu? Күнгейді? Күнгейді. Hemen қарай жалғастырайық. Қай есепке келдік бізде? 98-ге келдік па? 698 есепке шам деушілеріміз бар ма? 698 есепке кім шығады? Кім шығады? Тақтаға шыққан оқушыларды ескеріп отырамыз. 698 есепке кім шығады? Нәтижеден шыққан жоқпын ба? Шыққан ба? Келем. Ал дәл осыған ұқсас бізде 699 есепке кім келеді? 699 есепке кім келеді? Кім келеді? Қайынша? Келем. Тақтаны қойшы. Көшір қоя көшір. Көшір. Ағын көшір. Ал орнымызда отырып, орнап көрсетсек болады. Шағандарыңыз бар ма? Тексертем деушілер, түсінбей жатқандарыңыз болса есепке. Барлығы түсінді ма? Жақсы. Бұрын жазып орнында қарайтайын. Үйі оянып. Дұрыс. Тағы отырмызда келесіз? Есеп өзгешелеу, жаңағы сабақтың басында айтқан секілді есеп тұргенде бірлесіп орындалған жұмысты беріп тұр, уақытын, сосын бір жеке орындалған жұмысты беріп тұр. Екінші
орындаушының табылушы не істейді бізде 698-де? Az айтамыз. Дәл осы түрде. Енді бізде 699 есеп дәл осы нұсқа ұқсас болып келеді 98 есепке. Ең бірінші бізде не істейді? Қосмаймыз ғой бағаны. Ал есепті оқыш. Ең бірінші не істейміз? Ағасы, інісі және қарындасы бірлесіп қағаздан қаланы 12 минутта жасады дейді. Осақ қаланың ер ағасы ғана жасаса, 24 минутта, ер інісі ғана жасаса, 40 минутта жасайды. Ер осақ қаланың қарындасы ғана жасаса, қанша уақытта жасайды? Бірінші не істейміз? Ағасы мен інісінің жұмысы не беріңіз? Өнімділігін табайық. Екеуінің ағасы мен інісінің жұмыс өнімділігін тауып қосып аламыз. Яғни 24-пен бір қосып қырықтан бір дейміз. Екеуінікін бірге тапқаннан кейін оны не істейміз жаңағы? 12-ден бірден өшіріп отыр. Бірінші қайсын? 24-пен бір қосылған қырықтан бір. Яғни бізде ағасыныкі сосын інісінікін бірлескен жұмысын табайық. Сосын үшеуі бірлескен өнімділіктен бізде жауабы 15 сағатта. Жақсы. Дәлелдеп отырайық. Шарық көрсететін жеріміз бар ма? Түсінбей жатқандарымыз. Тұрғандық деп қибырат. Жиырма төрттен қырықта қанша болады екен? Екінші ортақ еселері. Жақсы. Сонда отырмыз ба? Топбасылар тақтаға шыққан оқушыларды ескеріп отырамыз. Жарай ма? Есеп тексертетіндеріміз. Бізді ойлайды не болды? Бұдан да тайып. Қарақат, Рамазан жазып отырмызда шығарып отырмыз ба? Бұдан да сен қалып келе жатырсың ғой есеп. Сегізде сағатында бірде, онда қанша болады? 15. Бұл бізде ағасы мен інісінің жұмыс өнімділігі, иә? Енді оны не істеуім керек? Үшеуі бірлесіп орындағанда, ең 12-ден бірде, енді айтам, 15-ден бірде азайтады, жарайсың. Жақсы. Енді әрмен қарай жеке жұмыс жасайық, таққамен жұмыс жасап болсақ, қазір бізде таққада есептеріміз шығады, ал әрқайсымыз жеке орындайық. Екі тапсырма берілгені Бұдан батайық. екеуін орнамаса қойдың сен. 12-ден бір үлкен қой, 15-ден бірге қарады. Сонда жерде қанша қой? 12 қой, мұнда 15 қой. Сонда мына жерде бізде 5-ден қуатында мұнда 2 қой, 5 қой. Сонда 12-ден бір, 15-ден бірге үлкен болады. Ал жеке тапсырмақ. Орта бірінші шығарғандарымыз бар ма? Шебер түгел жұмысты 4 сағатта, ал оның шәкірті 12 сағатта жасайды. Екеуі бірге жұмыс істеп отыр. Осы жұмысты қанша уақытта жасап бітіреді екен? Естиміз екеуінің жұмыс өнімділіктері. Қосамыз. Ал қосайық. Шығарғандарымыз бар ма? Бізде 60 минут 1 сағат.
Bizde 699 жетет, 60 minut çıktı yani 60 minut degeniz bize 1 saat çıkar degan şeşim var. Oysa oğan 5 minut koyduk. 12 minut köptün yengiş olsa bize. 12 minut koyduk. Bir şey ne? Al bu bir tane. Yaxşı. 70 yılında. Tamam, ben şimdi çekip doğan. Yaxşı, aldı, tamam. 70 yılında. Sonunda varanımız olmadan. Kaçtığımız zaman. 7, 12'den 4 son. 7, ona isim de birge bölümümüz bir. Terus, amaca. Bizi takmadan ne kuşumuz vermez. Bundan oradan bitti. Çekicim sonucu. Değil mi? Ufakta. Ne olacak? 4012 gidiyoruz. Şimdi 3 bölünmüş. O zaman 4 bölüm. Çözüm. Hatırlasın. Жақсы. Yani bizde 4 demir qo'shilgan 12'den beri ya. Bizde eng kichik o'rtaq bölümü qancha bo'ldi bizde? 12 bo'ldi. Ya'ni 4'den birden üstüne to'xtashning belgisi nechida beradi bizde? 3'den al 12'den birden 1'den beradi ekanmiz. Ya'ni 12'den qancha chiqadi? 4 chiqadi, yaxshi. Endi 12'den 4'te 4 ga qisqartamiz. Yaxshi. 4 ga qisqartamiz. Bu yerda qancha chiqadi? 3'den 1, al 1 de bizde 3'den 1 ga bo'ladigan bo'lsa, yaxshi. Al ikkinchi set basseyn 2 quvur arqılı 10 saatda to'ladi. Ikkinchi quvur arqılı 15 saatda to'ladi. Birinchi quvur yalnız qancha saatda basseyn to'ldiradi? Eshitamiz. Ikkinchi topshirmada. Azaytamiz Nurlayim. Молодец, tamosha. Ya'ni bizde birleşken жұмыстан, жеке жұмыстан isteymiz, azaytamiz. Ya'ni 10'dan 1. Ondan bir 15. Yaxshi. Demak, yaxshi, tamosha. Mayda bo'lib qoldi, молодец, yaxshi. Yaxshi, yana 12'de najida ko'p deb o'ylayman bo'lsam qancha endi? 12 ko'p deb o'ylasam 12 bo'lib ish qo'yadi. Ya'ni 3 soat. Jigit taqsimlar tushunibmi? O'zi tomosha. Yaxshi. Shuni ko'rdik. Ondan yaxshi. Yaxshi. Tushunibmi? Jeki жұмыс. Jeki жұмыс bo'yicha suрақ бар ма? Birincisinde to'xtab, ikkinchinde azaytib arqылы шығару керек ekanmiz. Endi bizga to'p-to'p жұмыс жасайық. To'p-to'p жұмыс әр топқа bir есептеме, birinchi top, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi top. Endi bu yerda esepni chiqarib qo'ymay, o'g'an matnni ne isteyimiz kerak? Yengil turda qurishtirishimiz qajat. Ayol qayslar baliqlarni bir-bir tarafdan qarashib berib, birlashib o'tirib o'rnaydi. Eshite olmaydi. Kuruşku jasqilish. Birlashib o'tirib, matn qurishtiradi. Al, matn qurishtiradi. Ya birinchi to'psizlar, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi top. Ya.
Енді мұнда үш жұмыс өнімдері тұр, иә? Бұл не деген сөз? Үш жұмысшы бірлесіп орындалады, қосылса, иә? Ал егер мұнда азай болса, ол не деген сөз? Бірлесіп орынғаннан екені есеп жатырмыз. Азайды, жасырмыз. Ал есепті шығарайық, сосын кішігірім мәтінін құрастырайық. Жарай ма? Жылдамдатайық. Yaxshi. O'zi tamasi. Жарайсыңдар. Бәрін құрастырдыңдар ма? Тәрбиесіңдер ма? Біреуіміз уақыт қалмай жаза берейік. Өзіңізге тиімді болады. Тамаша. Мәтінін құрастырайық. Тұрып, жақсы. Енді не істейміз? Бір бөлігін болмаймыз. Сосын мәтін құрастыру керек қой енді. Сендерді азайту болса, мысалы, былай деп айта алады. Бірлескен екі жұмысты 20 күнде бітіреді, ал бір жұмысты 30 күнде бітірсе, екінші жұмысын тап деген сияқты. Мәтін құрастырып жатайық. Жылдамдатайық, ал уақыт болып қалды, ал бір-бірін. Молодец. Ай, өте тамаша. Ал. Жылдамдатайық. Ал бірінші төртінші топ болды. Болып қалдық па? Топтық жұмыс қазір бағалаймыз. Болды па? Көп затымыз қажет. Болды. Ал, мынау бізде төртінші топтікі, оны бізде бағалайды дұрыстығын қарайтын бізде бірінші топ. Ал, бізде... Жылдамдатайық. Ал, болды, аяқтайық. Қысқадан қысқаға жазу керек еді, оған басына аяқсын міндетті түрде емес. Болды па? Үшінші топ. Болды ма? Ал, көрейік. Ал, тексерейік. Төртінші топ. Қарайық. Тексерейік. Ал, бізде тексере берейік. Сөйлемес. Болды па? Әр өзіңіз ба, әдемі? Дұрыс деген тексерейік. Есепті де мән берейік, мәтініне де мән берейік. Әдемі. Болған, тексеріп болған топтар бар ма? Қай жері дұрыс емес дейміз? Оның рас. Бізде ал төртінші топ, бізде үшінші топтың есебін дұрыс емес деп қателігін тауып жатыр. Бізде есеу керек еді. Үшінші топта. Бізде бұл есепті шығарғаны қате емес, мәтін құрастырғаны қате. Бізге бірлескен жұмыс деп жазу керек. Ал сіздер бірінші жұмысшы, екінші жұмысшы деп. Өте команда. Ал дұрыс деген барлығы дұрыс топтай келсеңіз бар. Есебі де мәтіні де дұрыс бар.
Бәлкім оқымадыңыздар ма? Кім еді жаңа болмаған топ? Әдемі болды. Тексерейік ал. Болды ма? Дұрыс па? Барлығы мәтінінде өте жақсы ал, өте алып қалай. Дұрыс па? Тексердік па? Бірінші топтікі мәтіні дұрыс па? Цирк туралы әдемі жазды. Цирк құрылысына 3 бригада жұмыс жасады. Оның бірінші бригада, екінші, үшінші бригада деп. Өте тамаша, барлығы да дұрыс. Ал бізде екінші топтікі дұрыс деген? Машина құрылысына бізде есепті шығарылуы дұрыс болғанымен несі мәтіні қате болады екен. Біздерде мәтіні қате ұрастырып шығарды. Есепті шығару дұрыс болғанымен. Ал жақсы, топтық жұмыс түсінікті ма? Қай топтың есебі қатесіз шықты, өзімізге топ басшылар белгілеп отырайық. Жарай ма? Әрмен қарай жалғастырайық. Енді бүгінгі сабақты қорытындылай келе, сабақта қандай деңгейде меңгергенімізді көрсету үшін бір есеп қарастырайық. Ал көресіз. Жылдан жатайық. Топ басшылар парақтарымызды берсек болады. Мен бағалайын. Топ басшылар парақтарымызды берсек болады. Бақылау парақтарын берсек болады. Ал орындайық. Дәптерге орындайық. Орындайық. Бірінші топ бойынша аяулым 10 бал алып тұрген, бізде есептер арай жарайсың 10 бал, бізде үй тапсырмасын, жеке жұмыс, топтық жұмыс, мираста жарайды. Енді мына жерде Нұр мен Нұржігітке жетіспей тұрген. Дәл бізде жоғары балдарға. Келесі, әмін қарай жұмыс жасай берейік. Бізде Кәусар өте барлығын сұраққа да жауап берген. Тақтамен Кәусар 10 бал, Ғибрат 10 бал алып тұрген бізде. Әлішер 10 бал алып тұрген. Екі қақарманда Семірханды Әлішерде. Әлде сәл бізде 7 балға түсіп тұрған бізде Айзері мен Ирасыл екен. Топтық жұмысқа ақ салыспаған екен. Бізде екінші топқа келетін болса, бізде 10 бал жоқ, бірақ 8 және де 7 балдармен оқушылар бағаланып тұр екен. Барлықтарыңыз айттым ба? Сіз де айтқан ба? Мына жерде қарақат өте жақсы, барлығын ап салыпты. Аяжан екеуі 10 балдар, және де Нұрдәулет 10 балдан болып тұр екен. Мына жерде дымға араласпаған бізде Бекжан, Рамазан, және де Самат Ландар. Балдарын азылайтты үй тапсырмасымен тек топтық жұмысқа ғана араласқан екенбіз. Ал есеп назар аударайық. Екі тракторист бірге алқапты 6 сағатта жұтады. Бірінші тракторист алқапты өзі 10 сағатта жұтса, екінші тракторист қанша сағат алқапты жұтар еді. Бұнда не істейтін едік енді? Азайтамыз, өте тамаша. Ал орындағандарыңыз бар ма? Орындағандарыңыз бар ма? Ой, Әлішер, жылдамдығыңа жарайсың, өте жылдамсың сен. Екі Әлішерді бірден. Молодец. Бұл тақырып түсінікті ма? Тақырып бойынша сұрақтарымыз жоқ па? Үй тапсырмасын жазып алайық, келесіге. Үйге тапсырма 700 және 701 бірінші есептер. Ағайларымыз жазбайық.